Сәлем достар, сіздермен бірге қысқаша кино. Дәл осы видеода сіздерге «Вызов» фильмін қысқаша айтып беретін болам. Видео басталмас бұрын арнаға тіркеліп лайк басып қояйық. Кешке қарай Джей Джексон деген жігіт өзінің екі қызымен бірге ойын ойнап отырады. Және екі қызын ұйықтату үшін оларға ертегі оқып бермекші. Сөйтіп ол кітап іздеп жатқанда терезеден көлеңке өтеді, бірақ оған аса мән бере қоймады. Дәл осы уақытта әйелі ас үйде еді және терезеден біреу қарап тұрды. Сонда Джей еш нәрседен күдіктенбей кітапты машинада ұмытып кеткен шығармын деп ойлайды. Сөйтіп кілтті іздеуге шыққанда есіктің ашық тұрғанын байқайды. Айқайлаған дауысты естіп, ол ас үйге келді. Жерде жатқан әйелін көріп, ол қолына пышағын алады және үйде біреу бар екенін сезді. Бір қызы қорыққаннан жоғарыдағы төсектің астына тығылып қалған. Сөйтіп Джей қызын тынышталдырғысы келгенде артынан бір адам келіп Джейді ұйықтатып тастайды. Джей жертөледе оянады және басына қапшық кигізілген. Қасында шынжырға байланған үш адам бар екен. Екі еркек және бір әйел адам. Олар Адам, Пол және Кейт. Пол өлім аузында жатыр екен. Оны қатты қинап жіберген. Ол тіпті сөйлей алмайды және қимылдауға да шамасы жоқ. Жауыз адам Полдың денесінің әр жерінен кесіп тастаған. Сонда Джей, сендерді ұрлаған кезде қайда болдыңдар деп сұрайды. Адам ұрланған сәтте зираттың басында күзетші болып жұмыс істеп жүрген екен. Ал Кейт болса, түнгі кештен кейін автотұрақта болдым деген. Джей бөлменің ортасында қанды байқайды. Сонда Адам, қанішер, осы ортаға адамдарды келіп ойына келген жасайды дейді. Осы кезде жарық қайта-қайта жанып өшіп тұрады. Бұны көрген тұтқындар қатты қорқа бастады. Сонда Кейт, бұл тамақтанатын уақыт дейді. Осы кезде терезе ашылып, еттің бөлшектері тасталады. Тасталған етті тұтқындар бөліп жейді екен. Бірақ Джей жемеді, себебі ол вегетариан еді. Сосын ол еттің бөлшегін Полға лақтырады. Полдың кішкене болса да қуаттанып алсын деген ойменен. Джей осы жерден қалай шықсам болады деп ойланады. Ол тырнағымен екі кесектің арасындағы цементті қырғысы келді. Осылай жасайым деп ақыры тырнағын аударып алады. Және шығатын жер тек қана есік екеніне көзі жетті. Сосын Джей бөлменің бұрышынан камераны байқайды. Және камера бар екенін басқаларға да айтады. Дәл осылай қанішер оларды аңдып отырған екен. Сонда Джей неше түрлі боқтық сөздер айтып қанішерді ашуландырғысы келді. Бұны көрген қанішер шынымен де ашулана бастады. Жарық тағы да жанып өшті. Осылайша бөлмеге қанішер де кірді. Джей оның қорқынышты бет-пердесі мен ірі денесін көргенде қатты қорқып кетті. Және батылдық танытып өзінің әйелі мен қызы туралы сұрайды. Қанішер болса Джейге мүлдем назар аудармай Полды ортаға келеді. Және Кейтке пышақ беріп, оның бір бөлшегін кесіп ал дейді. Және Джейге де пышақ беріп, оған да дәл сондай тапсырма тапсырады. Джей қанішерді пышақтап тастағысы келді. Бірақ та ойлағаны орындалмай, қанішер Джейді ұрып тастайды және ортаға Кейтті әкеледі. Және Адамға қыздың тамағына дейін түтікті сал да, оның аузына тараканды сал дейді. Кейттің тамағында таракан тұрып қалып, ол тұншығып қалады. Шаққа дегенде тараканды түкіріп тастайды. Тараканды үстінен басқанда ортасынан алмастау болады. Осының арқасында Джей арқанды кесіп тастайды. Қанішер келген кезде Джей бөлмеден қашып кетеді. Қашып баратып желдеткіштің ішіне кіріп кетті. Бірақ та қанішер оны ұстап қайтадан орнына әкеледі. Сосын қанішер қайтадан келіп Адамға кілт тастайды. Сосын Адамға шегемен балта береді. Және Джейдің қолын қабырғаға қағып таста дейді. Осыдан кейін Джей есін жоғалтады. Ал есін жиған кезде ауыртпалыққа қарамай қолын босатады. Сонда Полдың өзіне бірден айтқысы келгенін байқайды. Сонда Пол ең соңғы күшін жинап аттың эскизін салады. Және осыдан кейін олар қанішердің кім екенін біледі. Сосын олар 20 жыл бұрынғы нәрсені есіне алады. Кішкентай кезінде от жағып, айналасында бір-біріне қорқынышты әңгімелер айтып отырады. Сосын қастарына Доминик деген жігіт келіп, оларға қосылайын дейді. Және қолында аттың суреті бар екен. Сонда балалар, біздің бір сынағымыздан өтсе, қасымызға қосыласың дейді. Олар Доминиктің аузына қоңызды салды және басына өрмекшіні жіберді. Сосын қолдарын жерге қағып, бетіне көптеген құрттарды тастады. Осыдан кейін Доминик олардың қатарына қосылды. Бір күні Доминикті ата-анасы үйінен қуып жібереді. Сосын жанына Кейт келді және оны ескірген шаруа қожалық үйіне әкеледі. Сосын балалар, батыл болсаң үйге кір дейді. Сосын ол үйге кіргенде Джейден басқасын бәрі қашып кетеді. Доминикті шаруа қожалығына әкелген себебі осы жерде өлген адамдардың рухы бар дегенді естіген екен. Және фермер өзінің жалғыз ұлын өлтірген деседі. Сонда фермер Доминикті ұрлап кетеді және оны бөлмеге қамап қояды. Кейін Доминикті өзінің баласындай көріп, ата-анасы мен достарына қарсы қояды. Барлығы сені тастап кетті деп, оны мықты болуға үйретеді. Және азаптау арқылы ашуды да жоюды үйретті. Доминик өсе келе өзінің қатыгез әкесіне ашулана бастады. Ал әкесі болса, сен жұмыстарыңды дұрыс атқармадың деп оны ұрып соғатын. Бір кезде үйдің ішіне фермер өзінің баласын өлтіріпті
деген жаңалықты тауып алады. Онымен қоса Доминиктің ата-анасын тірілеу өртеп жіберген. Ал бұны фермер біліп қойған кезде Доминикті есін жоғалтқанша ұрады және қайнаған суға батырып өлтіргісі келді. Бірақ та Доминиктің бағына орай ол аман қалады және фермерді ұрып ұйықтатып қайнаған суға өзін салады. Бөлмеде Джей Доминик келгенде одан кешірім сұрайық дейді. Ал басқалары бұл нәрсеге келіспейді. Сол үшін де Доминик кіріп келген кезде басқалар үндемейді, ал Джей өздерін босатуды өтінеді. Доминик Джейге ішінде өрмекшілер бар шприц береді және шприцті Кейттің құлағына сал дейді. Доминиктің жазалау түрі 20 жыл бұрынғы кішкентай кезіндегі өзіне жасағанына қатты ұқсайды. Доминик қайтып келгенде Джей өлген адам ұқсап жатады, ал кейін оған шабуылдайды. Барлығы Доминикке жабылып ұрғысы келді. Бірақ та Доминик Адамды жерге жатқызып, Кейтке оның көзіне құртты сал дейді. Доминик кетіп қалған кезде Доминиктен қалған пышаққа Адам мен Джей таласып қалады. Бірақ та абайсызда Джей Адамды өлтіріп қойды. Кейт қолына пышақты алып, өзін кінәлі сезінеді. Бірақ та Доминикті үйге қалдырып кеткен үшін Джейді кінәлайды. Осы кезде бөлмеге Доминик келді және пышақты қолына алып алды. Бірақ та Джей әдемі сөздермен оны тынышталдырып, бетпердесін шешеді және қолынан пышақты алып алады. Доминик мені өлтір дейді. Бірақ Джей қашып кетеді. Сонда Джей шығатын жердің қайда екенін таппай жүргенде Доминик оны аяғынан ұрады. Сосын соққыға жығып, оны суға батырып өлтіргісі келді. Бірақ та Джей қолына пожарный шлангын алып Доминикті басынан ұрып жібереді. Сосын басқа бөлмеге барып тағы да төбелеседі. Джей Доминиктің басынан қайта-қайта ұрып шаққа дегенде жеңеді. Сосын терезе арқылы шығып қашпақшы болды. Доминик Джейге тағы да жетті және тағы да өзін өлтіруді сұрайды. Сосын Джей оған пышақты тығып, жақын арадағы полиция учаскесіне барады. Полиция оны үйіне алып барады, ал ол өзінің әйелі мен қыздарын көріп қатты қуанды. Ал 10 жылдан кейін Джейдің қыздары Молли мен Поппи өздерінің жігіттерімен от жағып айналасында отырады. Сол кезде аяқ астынан Доминик шығып оларға шабуылдайды. Осылайша кино аяқталады. Достар, егер видео ұнаса, лайк басып арнаға тіркелуді ұмытпа. Келесі видеоны бірінші болып көру үшін қоңырау шанды басып қой. Ал әзірге аман сау болыңдар достар.